қалай ешқандай да ештеңеге жарамайды дейтін қиқа маталарыңыздан бұйым шығаруға болады. Қазір мен сіздерге көрпеше бетінің жаңағы дизайнын көрсететін боламын. Мен өткен видеомда жастық бетін көрсеткен болатымын. Дәл солай етіп, бірнеше көзді қалағаныңызша құрап ала бересіздер. Сәлем достар, құрбылар, қыз келіншектер. Видеоны достарыңызбен бөлісіп, видеоның соңында өз пікірлеріңізді қалдырып, қоңырауша лайк басып қойсаңыздар болады. Барлықтарыңызға тігін өнерінде сәттілік тілеймін. Видеоны аяғына дейін көріп тамашалаңыздар. Осындай қалдық бұйымдардан керемет нәрселер шығару керек екенін өздеріңіз көз жеткізіп көретін боласыздар.